Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті ғимаратында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың 120 жылдығына арналған Нұртас Оңдасынов тарих және тұлғатты ғылыми практикалық конференция өтті. Нұртас Дәндібайұлы Оңдасов 1904 жылы 26 қазанда Түркістан жерінде дүниеге келген. Әке-шешесінен жастай айырылған. 1922-1927 жылдары Ташкент орман шаруашылығы техникумында оқыған. Мұхтар Әуезовтен арнайы дәріс алған. Әуелі оқу орда ғимаратының қасбетінде Нұртас Оңдасыновқа орнатылған мемориалдық тақта мен аудиторияның салтанатты ашылу рәсімі болды. Аталған жиын әрмен қарай конференциямен жалғасты. Аталған шарада қоғам қайраткерлері мен тұлғаның көзін көргендер сөз алды. Олар Нұртас Дәндібайұлының елге сіңірген еңбегін, қайраткерлік қызметін ерекше атап өтіп, оның Қазақстанның дамуына қосқан өлшеусіз үлесін еске түсірді. Оңдасыновтың еңбекқорлығы, адалдығы мен халыққа деген жанашырлығы туралы жылы естеліктер айтылып, қазіргі ұрпаққа үлгі боларлық тұлға ретінде бағаланды. Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов еберестей тұлғасы биік тұлға. Ол Қазақстанның бүгінгі гүлденіп көркеюіне орасан зор еңбек сіңірген азамат. Оның бір ерекшелігі көрегендігі. Оңдасынов өзі қызмет істеп тұрған кезде қазақта сөз бар, лақ көрсең көзін аш деп. Сол көрегендігінің арқасында халқымызға қажетті деген азаматтардың көзін ашып, оларды телегей теңізге айландырды. Олар кімдер? Олар Дінмұхамед Қонаев, кешегі, Қаныш Сәтбаев, Евней Букетов, Құбашев, Камаледенов, Наурызбаев, мүсінші. Мұны осы сияқты ұлтымыздың ұлы тұлғасы болған азаматтарды танып біліп, жарыққа шығарған, бұлақтың көзін ашқан азамат. Көрегендік дегеніміз сол. Ал енді өзінің халыққа, елге сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Хрущев сияқты ұрдажық адамның кесірінен қызметінен кетуге мәжбүр болды. Ол халқының, жерінің, елінің қымбаттығы үшін өзінің қызметін жертв етті. Орысшалап айтқанда. Оны жойылып кететін білді. Соған қарамай Хрущевқа қарсы тұрды. Не үшін? Қазақстанды өлшектегісі келді. Маңғыстауды Түркменстанға, оңтүстікті Өзбекстанға, батыс облыстардың бәрі, солтүстік облыстардың бәрін Ресейге бермекші болды. Соған бұл кісі қарсы тұрды. Одан кейін Жұмабек Тәшенов те дәл сондай болды. Бұл екі тұлғаға алтыннан ескерткіш қойсақ та болады. Осынау қан кешіп жүріп қорғаған байтақ даламыздың, бабаларымыздың мұрасын қорғауға өздері осы екі азамат қарсы тұра білді. Соның нәтижесінде міне бүгінде біз осы байтақ еліміздің арқасында әлемге танылған үлкен мемлекет болып отырмыз. Жиында алғашқы болып сөз алған Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Абайұлы шараны ашып, оны жүргізіп отырды. Ол Нұртас Оңдасыновтың мемлекет дамуына қосқан үлесін ерекше атап өтіп, қоғам қайраткерінің өмірі мен қызметінің қазіргі ұрпақ үшін маңыздылығын айтты. Сонымен қатар Сәрсен Абайұлы Шымкент қаласының әкімі Ғабит Әбдімәжитұлының арнайы алғыс хатын оқып берді. Хатта Нұртас Оңдасыновтың еліміздің дамуы мен халық игілігі үшін атқарған ерен еңбегі, оның тұлға ретіндегі ерекше орны мен қайраткерлігіне жоғары баға берілді. Елімде беңіреп өткен тұлғалардың өмір тарихының ұқсас екендігіне көз жеткіздім. Өмірдің қиыншылығын көтере жүріп, ат ауыздығымен су ішкен, ер етігімен су кешкен кездердің өзінде елім деп еңіреп, аянбай еңбек еткен тұлғаның әрине өмірі мен еңбегі қандай кезде де, қай ұрпаққа болса да үлгі болатынына біз нық сенімдіміз. Нұртас Оңдасыновтың атымен ашылған кабинет жастарға қайраткердің өмірі мен еңбегін тереңірек зерттеп, оның мұрасын танып білуге мүмкіндік береді. Кабинетте тұлғаның еңбектері мен оған арналған кітаптар қойылып, студенттердің тарихи және рухани білімдерін арттыруға жағдай жасалған. Шараға қатысқан қайраткерлер тұлғаның адамгершілік және іскерлік қасиеттерін ерекше бағалады. Олар оның қарапайымдылығы, табандылығы және елге адал қызмет ету туралы ыстық естеліктермен бөлісті. Шын мәнісінде сондай оқуға бағытталған жастар бар оқитын бөлменің Нұртас Оңдасыновқа арналып берілгені ол өте бір қуанарлық жағдай. Ал ішіндегі экспонаттар, әрине қазір біршама экспонаттар бар, бірақ өмір тоқтамайды ғой, алда да толыға береді. Мен ойлаймын, әлі көптеген осы кісінің өміріне қатысты істеген
өнегелі еңбегіне қатысты экспонаттармен толығады деп ойлаймын. Оған біріншіден себеп болатын сол жерде оқыған жастар, сол жерде оқыған оқытушылар өз үлестерін қосады. Болашақта ол кісінің өмірін жан-жақты зерттеп, арғырап толықтыра береді деген ойдамын. Нұртас Оңдасынов ағамыз туралы айтар болсақ, бұл кісі аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Республикамыздың ең бір қиын қыстау кезеңдерінде республикамыздың алға дамуына, халқымыздың әл-ауқатын арттыруда, экономиканы дамытуда ерекше үлес қосып, аянбай еңбек еткен тарихта қалатын үлкен тұлға деп есептеймін. Бұл кісінің басшылығында 13 жыл бұл кісі үкіметті басқарды. Осы кезеңде талай тірліктер атқарылды. Соғысқа дейінгі кезеңдегі атқарылған тірліктер, ауыл шаруашылығын дамыту, сауатсыздықты жою, өндірісті дамыту, темір жол салу мәселелері, ағарту, әлеуметтік саланы дамыту, мәдениет саласын дамыту, Қазақстанның ғылым академиясын ашу, тағы басқа айта берсе өте көптеген игі істерді сол кісінің басшылығымен атқарылған. Тұлғаның қайсар мінезі қиындықтарға мойымай, жауапкершілікті жоғары қоюы, сондай халықтың мүддесін әрдайым бірінші орынға қойғаны ерекше атап өтілді. Жиында сөз алғандар Нұртас Оңдасыновтың қайсар мінезі мен биік адамгершілік қасиеттерін сағына еске алды. Қайраткердің қиындықтарға мойымай, әрдайым әділдік пен жауапкершілікті бірінші орынға қойғанын айтты. Оның халыққа деген адалдығы, қарапайымдылығы және еңбекқорлығы жиын барысында айтылған басты тақырыптардың бірі болды. Жалпы қоғамдық қордың басты мақсаты Нұртас Оңдасыновтың қайраткерлігін елге насихаттау, өз тұғырына қондыру, оны ұлықтау, есімін қоғамға сіңіру. Неге? Себебі қазір қоғам Нұртас Оңдасыновты ұмытып баратыр. Өйткені Нұртас Оңдасыновтың Қазақстанның болмысына кеңес дәуірінде өте үлкен үлес қосқан кісі. Ол тек қана өзінің емес, шәкірт тәрбиелеуде өте үлкен еңбек сіңірген. Белгілі қайраткерлер Қонаев салаға, Қаныш Сатпаев секілді, Сағидулла Құбашев секілді үлкен қайраткерлерді тәрбиелеп шығарған азамат. Елін өте сүйген, ең қиын қыстау 1938 бен 1951 жылдары үкіметімізді басқарған. Оның ішкі мәдениеті, адам ішкі мәдениеті ол адам өзімен бірге жасап, өзімен бірге кететін нәрсе. Мысалы, жаңа сөйлеп жатқан кісілер айтып жатыр, Зарқын ағамыз айтып жатыр. Мен сол кезде дейді, облыстық газетте бөлім меңгерушісі едім дейді. Қарағандыға келді дегенді естіп, алдына да хабарласып, сөйлесуге бардым, сұхбаттасуға дейді. Сөйтсем дейді, үй киіммен отырған жоқ дейді. Кәдімгі кәсім шалбарын киіп, галстугын тағып, осылай дайындалып отыр дейді. Мен нақ бүйтіп отыр деп себебін түсінбедім, сөйтсем өзі айтып жатыр дейді. Біз қазақтың тілшісін сыйлауымыз керек. Қазақтың тілшісінің алдында қалай болса солай отыруға болмайды деді. Көрдіңіз бе, Оңдасынов қалай ойлайды, Оңдасынов қалай айтады. Бұл конференцияның басты мақсаты нұртастану ғылымның дамуына үлкен үлес қосады деді. Бүгін таңертең қаланың зиялы қауымымен бірге мемориалдық тақта ашылды. Сонымен қатар біз университеттің қабырғасында Нұртас Оңдасынов оқу залы да ашылды. Оқу залы, яғни біздің студенттердің, магистр, болашақ докторлардың ғылыммен айналысуға жағдай жасалып жағдай бар. Себебі біз қазір оны қолға алып, студенттеріміздің дипломдық тақырыптарын, магистр тақырыптарын жұмысын бастап кеттік. Қазір конференция айтылған ұсыныстарын бәрін ескеріп, біз Нұртастану ғылымның дамуына үлес қосамыз деп сендер аламыз деп. Айта кету керек, бұл шара жоғары деңгейде ұйымдастырылып, оған танымал қоғам қайраткерлері мен ғалымдар қатысты. Жиын барысында Нұртас Оңдасыновтың тұлғалық қасиеттері мен елге сіңірген еңбектері кеңінен сөз болып, оның мұрасын насихаттау мен дәріптеуге баса назар аударылды.